Jinoyat жазасы қалмайды. Әлбетте бұл атамаға көпшілік әмел етсе де, айрым шақсылар өз нәпсі жолында бұндай қыңыр ісілерге қол ұруын дауам етпекте. Осындай жағдайлардың бірі жақында Нүкіс қаласында түнгі сағат 3-4-лер атрапында айрым қос тырнақ ішіндегі шақсылар менен жинайы тіл біріктіріп, басқыншылық жолы менен өзге шақстың пұлларын өздестірмекші болған шақс енді темір пәнжере артында. Уақия қалайынша, һәм қандай жүз берген еді? Бұл ақтында толығырақ сөз етеміз. 2022 жылы 5 октябрь күні түнгі сағат 2-лердің уақытында А ісімді шақс Нүкіс қаласы аймағында өзінің үйіне Б ісімді шақсты жынси қатынаста болу мақсатында мұрат қылып, сол уақытта Б ісімді шақстың қасында, қолында сол күні кредитке алынған 24 000 сом анағұрлым ауданында пұл бар екенлігін көргеннен кейін оның ой бұзылып, яғни өзінің жинайы шерігі болған С ісімді шақсқа телефон арқылы SMS хабарлама жіберген. Яғни өзінің үйінде Б ісімді шақстың 24 000 сом пұл бар екенлігін келіп отырғанын айтқан халда хабарлаған. Осы хабарына текар машинада ақша қалып еді. Машинадан шығып жүрді. Ауылға одан кейін қала берді. Соңынан айтады SMS-ін ауылдан жүрді. Жоғары көтеріп ашқады ақшаны. Қашан көтерді? Б ісімді шақсының А ісімді танысы сол күні үйіне келіп, қапысын ашқаннан кейін, не үшін менің сөйлесіп жүрген таныс қызым болған Б ісімді шақсымен жынси қатынаста болмақшысың деген уәжді келтіріп, сол уақыттың өзінде басқыншылық қылу мақсатында өмір үшін қауіпті болған hüjumге өтіп, яғни 24 000 сом пұлдың иесі болған С ісімді шақсқа күш жұмсатып, қолдарымен оның қолына түскен жерлеріне ұрып, дене жарақатын жеткізген қастан. Ол қақты есік ана ашты өзі бірден. Ашқаннан не жылаватыпты қыз деп асылды. Мына жеріне асылып, ойынан ұстап ұрды. Қайда ұрды мен сөз көрсетпем? Мына жеріне кірді. Ашық қапылды. Ізінде кім бар екен көріп тұрды. Сразу кірді мен жерде тұрдым. Неге жылаватыпты қызды ұрды, үстіне агонтыға алып кетіп. Ұрватыпты. Тұптырымын ақшаны алып шықты. Осы харекет ақыбетінде Б ісімді шақсының қолында бар болған 24 000 сом анағұрлым аудада пұлларын ашықтан ашып, басқыншылық жолымен өмір үшін қауіпті болған hüjum қылған халда алып кетіп, уақия орнына жасырынған. Осы хадисе бойынша С ісімді шақс ішкі істер органдарына тез тәртіппен арызнамен müracaat етіп, осы арызға текар Нүкіс қаласы ішкі істер органдарының жұмыстарын муафиқластыру басқармасы жанындағы тергеу бөлімі тарапынан Өзбекстан Республикасы Жинайят кодексінің 164 статьясы 2 бөлімі А, Б банділеріменен жинайы іс қозғатылып, дәстепке тергеу алып барып, тез тәртіпте айыпталу материалына тамамланды һәм де тиесілігі бойынша Нүкіс қаласы жинайы істер бойынша сотына жіберілді.